Алар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың басты тақырыбы жанұя және отбасы. Балаға келген ақыл, анадан білім алатыны рас қой. Ата-анам арқасы ерім, тілекшім қамқорым менің, бір туғаныны қарындас. Ақылын айтады, я? Отбасы бір кішкентай ғана не дедік? Мемлекет. Ал сенің отбасыңдағы мемлекет басшысы шолпы дәстүрлі қазақ қоғамында шолпының өзді шолпы, яғни ақыл тас қойылған шолпы, қодалы шолпы, қоңыраулы шолпы, шынжырлы шолпы, маржанды шолпы, меруертті шолпы, үлбілі деген шолпылар ақылға да ал мен тақтаға қандай шолпы өзді шолпы, яғни оның несі бар? Асыл тасты әшекейі бар. Туған топырақта тартады балалық сезім. Тал бесік тербелген үйім, шертесің көңілдің күйін, арманға шақырған ақтаң, ақ жауын ақ батасыйым. Тербелген даламның гүлі, ыстық қой шуақты күні, әлдейлеп әнге салатын қастерлі анамның үні. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің, киелі туған топыраққа тартады балалық сезім. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің, киелі Балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыда нақты қажеттіліктерді қанағаттандыратын некелік немесе басында біз бір-бірімізді сүйуге, түсінуге, жақын адамдарға қамқорлық жасауға, қателік жасағандарды кешіруге және үлкендерді құрметтеуге үйренеміз. Ата-анам арқасы ерім, тілекшім қамқор